Саламатсыздар ма, әлеуметтік желінің оқырмандары. Бүгін біз Брайль жүйесі ғажайып нүкте үйірмесінің 21-ші сабағын бастаймыз. Әуел бастамас бұрын приборымызға қатты Брайль қағазын орнатып аламыз. Оңнан солға қарай жоғарыдан 6 нүкте саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бүгінгі өтетін әрпіміз йо және ша. Йо әрпі 1, 6 деген нүктелерден тұрады. Осы әріпті бір қатарға 2 клетка тастап жазып шығамыз. Йо 1, 6, 1, 6. Йо әрпіміз 1, 6 деген нүктелерден тұрады. Енді осы йо әрпіне байланысты сөздер құрастырамыз. Шофер. Ш. Оң жақтан солға қарай жазамыз. Ш. 1, 5, 6. О. 1, 3, 5. Ф. 1, 2, 4, йо, 1, 6, р, 1, 2, 3, 5. Йолка, йо, 1, 6, л, 1, 2, 3, к, 1, 3, а, 1. Самолет. Сөздердің арасына 2 клетка тастап кетеміз. Самолет сөзін жазамыз. С, 2, 3, 4, А, 1, М, 1, 3, 4, О, 1, 3, 5, Л, 1, 2, 3, Йо, 1, 6, Т, 2, 3, 4, 5. Тағы бірнеше сөз жазуға болады. Бір қатар тастап кетіп, келесі қатарға жазамыз. Оңнан солға қарай. Монтер. М, 1, 3, 4. О, 1, 3, 5. Н, 1, 3, 4, 5. Т, 2, 3, 4, 5. Йо, 1, 6, р, 1, 2, 3, 5. Слет. С, 2, 3, 4, Л, 1, 2, 3, Йо, 1, 6, Т, 2, 3, 4, 5. Вертолет. В, 2, 4, 5, 6. Е әрпі 1, 5. Р, 1, 2, 3, 5. Т, 2, 3, 4, 5. О, 1, 3, 5. Л, 1, 2, 3. Йо, 1, 6, Т, 2, 3, 4, 5. Келесі әріпке көшуіміз үшін 3, 6 сызықшасын жазып шығамыз. Сызықшаны жазып шықтық. Оның астынан бір қатар тастап кетеміз. 6 нүкте үлгісін саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 және Ш әрпін өтеміз. Ш
ш әрпі 6 нүктенің тұсына 1, 3, 4, 6 деген нүктелерден тұрады. Екі клетка тастау арқылы жазып шығамыз оңнан солға қарай. Ш 1, 3, 4, 6. 1, 3, 4, 6. Енді ш әрпіне байланысты сөздер құрастырамыз. Bir қатар тастап кетеміз. Оңнан солға қарай жазамыз. Щетка. Ш 1, 3, 4, 6. Ё 1, 6. Т 2, 3, 4, 5. К 1, 3, A 1. Екі клетка тастаймыз. Шорс Ш 1, 3, 4, 6. О 1, 3, 5. Р 1, 2, 3, 5. С 2, 3, 4. Плаш деген сөзді жазамыз. Екі клетка тастаймыз. П 1, 2, 3, 4. Л 1, 2, 3. А 1. Ш 1, 3, 4, 6. Тағы астыға түсеміз. Келесі қатарға тұз ащы деген сөзді жазамыз. Т 2, 3, 4, 5. О 3, 4, 6. З 1, 3, 5, 6. Екі клетка тастаймыз. Ащы деген сөз жазамыз. А 1. Ш 1, 3, 4, 6. О 2, 3, 4, 6. Су тұщы деген сөзді жазамыз. С 2, 3, 4. У 1, 3, 6. Bir клетка тастаймыз. Тұщы деген сөз жазамыз. Т 2, 3, 4, 5. О 3, 4, 6. Ш 1, 3, 4, 6. О 2, 3, 4, 6. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.